Hey guys, алдыңғы сабақта біздің 900 миллион адам ағылшынша сөйлей алады дегенді естіп, енді сен де ағылшын тілін оқуға қызыққан шығарсың. Енді бүгін ағылшын тілін неден бастау керек деген сұраққа тоқталайық. Кез келген нәрсені бастаған кезде бізге ең алдымен мақсат керек. Мақсатты қойын дәптерге немесе күніге көзге көрінетін жерге жазып қойған дұрыс. Себебі біз көзімізге көрінетін, қолымызға ұстай алатын нәрселерді орындауымыз оңайырақ. Мақсат ол келесі жылы ағылшын тілінде еркін сөйлеу болуы мүмкін. Немесе келесі айда 1000 сөзді жаттап алу болуы мүмкін. Немесе бір күнде кем дегенде 30 сөз жаттау болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің мақсатыңызды айқындап, одан кейін барып қана ағылшын тілін үйренуге көшкеніңіз дұрыс. Егер сіз осы нәрселерді жүйелі түрде орындайтын болсаңыз, сонда ағылшын тілінде сөйлеу ешқандай қиындық алып келмейді. Мақсатымызды анықтап алдық. Енді ағылшын тілін меңгерудің ең оңтайлы жолын іздеуіміз керек. Негізі оны іздеудің ешқандай қажет жоқ. Себебі біз қазақ тілін қалай меңгерсек, ағылшын тілін тура солай меңгеруімізге болады. Мысалы, қазақ тілін біз ең алғашында өзіміздің анамызбен, өзіміздің анамыздың сүтімен, оның ең алғашқы ана де, мама деген сөздерінен бастадық. I love you. Бір күні біз мама немесе ана деп айттық. Немесе біреулер үшін ол жай ғана няня болуы мүмкін, иә? Тамақ есебінде. Сол сияқты біз ағылшын тілінде сөздерден бастаймыз. Мүмкін бүкіл адамдардың екіэтажды коттеджі, немесе спорттық машинасы, немесе қаланың сыртында саяжайы болмауы мүмкін. Бірақ барлығымыздың біздің дене мүшелеріміз бар. Сондықтан біз бүгінгі сабағымызды дене мүшелерімізбен жалғастырайық. Кеттік. Head. Мысалы барлығымыз head and shoulders деген сөзді білеміз. Head and shoulder, яғни бас пен иық. Hair. Ear. Eye. Nose. Mouth. Mickey Mouse сияқты емес. Mouth. Соңында сақаусы. Mouth. Neck. Shoulder. Arm. Барлығымыз сонымен қоса arm wrestling деген сөз білеміз, arm wrestling, және қол күрес. Arm деген сол қол, wrestling деген күрес. Hand. Қазіргі кезде өте актуалды болып тұрған handmade, яғни қолдан жасалған деген нәрсе бар. Сол жерде hand ол сіздің мына жеріңіз, қолыңыз. Finger. Thumb. Heart. Belly. Leg. Knee. Foot. Okay. See you next time, guys.